Тәуелсіздік нышандары, символы независимости. Мемлекеттік елтаңба. Көгілдір түс аясында елтаңбаның орта тұсында шаңырақ бейнеленген. Оның ортасындағы айқасқан белдеу әлемнің төрт бұрышының рәмізі. Шаңырақты айнала күн сәулесінде тарап, уықтар шаншылған. Оның киелі пырақтардың қанаты көмкеріп тұр. Елтаңбаның жоғарғы жағында жұлдыз орналасқан, ал төменгі жағында Қазақстан деген жазу бар. Елтаңбаның реңдік бейнесі алтын және көгілдір түсті. Государственный герб. На голубом фоне по центру герба изображен шаңырақ, венчающий вершину юрты. Шаңырақ символизирует мир с четырьмя частями света. От него во все стороны расходятся солнечные лучи. Ансамбль завершают мифические крылатые кони тулпары. Вверху находится звезда, а внизу надпись «Казахстан». Цветовая гамма герба состоит из золотого и голубого цветов. Мемлекеттік ту. Мемлекеттік тудың ортасында, көгілдір түс аясында бейбітшіліктің рәмізі күн бейнеленген. Күннің төменгі жағында бостандықтың рәмізі қыран бейнеленген. Сол жағында қазақтың дәстүрлі өрнегі бар. Государственный флаг. В центре государственного флага на голубом фоне изображено солнце, как символ мира. Под солнцем символ свободы орел. Слева традиционный казахский орнамент. Менің отаным Қазақстан. Менің отаным Қазақстан. Қазақстан Еуразия орталығында орналасқан. Қазақстан таңғаларлық әдемі жер. Мұнда ұлы Іле алатауы, Ертіс, Сырдария, Амудария өзендері және шексіз дала жатыр. Еліміздің ұлан байтақ даласында есепсіз байлық бар. Бұл сирек кездесетін жануарлар мен өсімдіктер, пайдалы қазбалар. Біздің Қазақстанда Азия мен Еуропаның қалаларынан қалмайтын Астана, Алматы, Шымкент және Павлодар сияқты көрікті қалалар бар. Моя родина Казахстан. Моя родина Казахстан. Казахстан находится в центре континента Евразии. Казахстан удивительно красивая земля. Здесь есть и величавые горы Изаилийского Алатау, и сильные реки Иртыш, Сырдарья и Амударья, и бескрайние степи. На просторах нашей республики есть несметные богатства. Это и редкие красивые животные, и растения, и полезные ископаемые. В Казахстане есть такие прекрасные города, что по красоте не уступят городам Азии и Европы. Это и Астана, и Алматы, и Шымкент, и Павлодар, и другие.